Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Бүгін сіздерге көршісіне ине берген әйелдің сыры атты әңгімені баяндайтын боламын. Ауылдың шетінде Айша есімді әйел тұрды. Күнделікті тірлігі малға қарап, қазан ошағын қайнату, балаларын асырау, сырт көзге бәрі жайлы көрінетін. Бірақ жүрегінің түкпірінде үнемі бір мұң тұратын. Көбіне кешкілік самаурындың буына қарап отырып өз өмірін ойлайтын. Сол бір күзгі күн ерекше салқын еді. Аспанды бұлт басып, далада көздің мұңды тынысы сезіліп тұрды. Айша үйдің іргесінде қазанға сүт қайнатып отырған. Бір кезде есік қағылды. «Ассалаумағалейкум, Айша», деді көршісі Гүлзира. Дауысы шаршаңқы шықты. «Уағалейкум әссалам, кір Гүлзира, бірдеңе болып қалды ма?» деді Айша абыржи. Гүлзираның көзінен жас парлап тұрды. Шүберекке оралған бір көйлекті ұстап келіпті. «Айша, сенде ине бар ма? Мына көйлегім жыртылып қалып еді. Қолымда ине де қалмапты», деді үнін әрең шығарып. Айша тосылып қалды. Кішкентай ғана ине өмірінде бірінші рет көршісінің жанарынан осынша дәрменсіздік көрді. Әжесінен қалған жалғыз инесі бар еді. Оны жоғалтпай қорапта сақтап қойған. Осы сәтте жүрегінде бір дауыс шықты. «Бер, Айша, бір ине ештеңе өзгертпейді, бірақ бұл әйел үшін бүкіл әлемді өзгертуі мүмкін». Айша үнсіз төрге қарай барып, қораптағы инені алып шықты. Сәл қолы дірілдеп тұрды. Бірақ ештеңе айтпастан Гүлзираның алақанына салды. Гүлзира инені көргенде құдды бір өмір сыйлағандай еңіреп жылап жіберді. «Айша, сен мені құтқардың», деп сөзін әрең айтты. Сол сәтте Айшаның жүрегі шым етіп, өзін басқа бір әлемге қадам басқандай сезінді. Бұл жай ғана ине емес еді, бұл тағдырды өзгертетін алғашқы сыбыр болатын. Айша көршісінің алақанына инені салып берген соң үнсіз қалды. Бірақ Гүлзираның көзінен аққан жас тоқтамады. Сол жылаудың ішінде қаншама қасірет, қаншама ашылмаған сыр бар еді. Айша оның иығына қолын қойды. «Гүлзира, сен неге бұлайсың? Бұл жай ғана ине ғой, неге сонша еңірейсің?» деді жұмсақ үнмен. Гүлзира тып-тыныш отырып қалды. Сәлден кейін терең күрсініп, «Айша, сен білмейсің ғой», деді даусы қарлығып. «Нені білмеймін? Менің үйімде қазір нан да жоқ. Балалар аш, қолымда бар жалғыз көйлекті жамауға да инем болмады. Өзімді адам емес, көлеңке сияқты сезінемін. Көршімнен үйне сұраймын деп жаным сынып келді». Айша жанарынан жас шығып кеткенін сезді. Өйткені ол да жоқшылықтың ащы дәмін талай татқан. «Гүлзира», деді ол көзін сүртіп, «әжем айтатын, көршіге ине берме, өйткені ине жан мен жанды байлап қояды» деп. Бірақ бүгін сол сөздің мәнін түсінбей тұрмын. Егер бермесем, сенің көзіңдегі үміт сөніп қалар еді. Гүлзира терең демалды. «Сен маған инені емес, үміт бердің. Қолымдағы тігіспен бірге жүрегімді де жамап бердің, Айша». Айша селт етіп қалды. Жүректі жамау деген сөз оған қатты әсер етті. Бұл күн қарапайым күн емес еді. Бұл күннен бастап екі әйелдің тағдыры мүлде басқа арнаға бұрылатынын олар әлі сезбеген. Айша түні бойы көз іле алмады. Гүлзираның еңірегенін естіген құлағы, жылаған жанарын көрген көзі маза бермеді. «Бір ине беріп едім, ал ол үшін бұл өмірдің жалғасы секілді болды. Сонда біз бір-бірімізге соншалық қажетпіз бе?» деп ойлады ол. Таң ата салысымен Айша Гүлзираның үйіне барды. Есікті ашқанда Гүлзираның әлсіреген жүзін көрді. Бірақ қолында кешегі инемен тігілген ескі көйлек. Ол көйлекті жамаумен бірге өзінің еңсесін де тіккендей еді. «Айша, қарашы, тігілген жері әдемі шықты», деді Гүлзира көзінен жылылық байқалып. «Жақсы болыпты», деді Айша да күліп. Бірақ оның күлкісінің ар жағында жасырын мұң бар еді. Сол сәтте Айша ішінен бір сырды жасыра алмайтынын сезді. Ол да жанының жарасын ашқысы келді. «Гүлзира, мен саған бір нәрсе айтайын. Әжемнің ине берме деген сөзі тек ырым емес еді. Әжем айтатын, көршіге ине берген адам сол сәтте жүрегінің бір бөлігінде
қоса береді. Жараланған жүрек қоса тігіліп, қоса ауырады деп. Гүлзира үнсіз тыңдап тұрды. Көңілі босап, көзі тағы да жасқа толды. Демек сен менімен бірге ауырдың ба, деді ол сыбырлап. Айшаның көзі жасаурады. Иә, сенің көзіңнен сол ауыртпалықты көрдім. Бәлкім, Алла бізді сол үшін жолықтырған шығар. Екі әйел үнсіз құшақтасып тұрды. Олардың көз жасында қайғы ғана емес, жүректерді жалғаған шындық та бар еді. Айша мен Гүлзира бір-біріне сырын ақтара отырып, іштей жеңілдеп қалғандай болды. Көптен бері айта алмай жүрген сөздерін айтқан соң, екеуінің жүректері жақындай түсті. Гүлзира еңкілдеп отырып сөз бастады. Айша, мен бұл ауылға келін болып түскелі берекемді таба алмадым. Күйеуім ішімдікке салынып кетті. Қайын жұрттан да жылылық көрмедім. Ең қиыны жалғыз қалғаным. Жарымның көңілі суып, тіпті басқаға кетіп қалды. Мен сонда тіршіліктен емес, жалғыздықтан қатты қорықтым. Айша да көз жасына ерік берді. Сенің қайғыңды енді ұқтым, Гүлзира. Мен де анамды ерте жоғалттым. Жетімдік деген жүректің ең ауыр жүгін арқалау. Әжем тәрбиеледі, бірақ оның айтқан әрбір тыйымын тыңдамағаным үшін талай өкініш көрдім. Екеуі осылайша түннің бір уағына дейін сырласты. Әрбір сөз жүректің жарасын жуғандай, әрбір көз жасы екеуінің жанын тазартқандай болды. Сол түні Айша алғаш рет түсінде әжесін көрді. Әжесі босағада тұр екен, қолында ине бар. Қызым, сен инеңді босқа бермедің, жаралы жүрекке жамау болдың, әр ісің Алланың алдында бағалы, деді. Оянған Айша жүрегі дүрсілдеп, таңғы намазға отырды. Ол үшін бұл жай ғана түс емес, тағдырдың ескертуі еді. Айша сол күннен кейін көршісіне барған сайын өзгеше көзбен қарай бастады. Бұрын іштей ренжіп жүретін, енді жүрегі жұмсарып, мейірімі оянды. Бірде Гүлзира ескі көйлегін ұстап келді. Түймесі түсіп қалған екен. Айша, сенен алған ине мен түймемді қададым. Бірақ білесің бе, ол ине маған жай ғана құрал емес, үміт сыйлағандай болды, деді жымиып. Айша оның сөзіне таңырқап қалды. Қалайша, деді ол. Гүлзира қолындағы түймені сипап, өмірімде осы түймедей үзіліп қалғандай еді. Сен берген инемен мен өзімді қайта тіктім. Мен әлі де адаммын, әлі де тірімін, үмітім бар деп сендім, деді. Айша сол сәтте әжесінің айтқан бір сөзін есіне алды. Бір түйме тағдырды ұстап қалады, бір ине үмітті жалғайды. Ешқашан ешкімге инеңді берме, тек жүрегіңнің жылуын бер. Осы сөздің мәнін енді ғана түсінгендей болды. Айша ойлады, ине зат қана емес екен, ол жанның жарасын жамайтын, тағдырды қайта жалғайтын кішкентай ғана үміттің белгісі екен. Сол түні ол ұзақ жылады, бірақ бұл жолы көз жас қайғыдан емес, жүректің оянуынан туған жас еді.